Ассалаумағалейкум. Пайда мен зиян YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен тағы бір пайдалы ақпаратпен бөліскелі тұрмын. Сіз үнемі нервный болып жүрсіз ба? Қандай витамин жетіспейтінін біліп алып, денсаулығыңызды түзеңіз. Агрессия мен ашушаңдық өзіңізде бар екенін сезбеуіңіз де мүмкін. Сондықтан ақпаратымызды мұқият тыңдап алыңыз. Бірінші байлық денсаулық. Сонымен біз бастайық, ал сіз каналымызға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Жалпы агрессия мен ашушаңдық ағзадағы магний мен белоктың және эстроген гормонының жетіспеуінен болуы мүмкін. Егер үнемі шаршау, ұйқының жиі келе беруі болса, анемия, витамин D жетпеуі, В тобындағы витаминдер мен цинктің жеткіліксіздігі. Сонымен қатар, қалқанша без бен бүйрек үсті безеріңізді тексеруді ұмытпаңыз. Себебі депрессия мен қорқыныш та солардың әсерінен болуы мүмкін. Және тағы бір ғалымдардың дәлелі бойынша адам ашуланғанда кортизол гормоны бөлінеді. Ал намазға, дұғаға келгенде окситоксин гормоны бөлінеді. Сондықтан намаз оқу адам жанын тыныштандырады. Көбінесе артық салмағы бар адамдар ашуланшақ болып келеді. Егер кортизол гормоны жоғары болса, арықтауға мүмкіндік жоқ. Сол себепті гормондар дисбалансын сақтау қажет. Жалпы ашу шақырып бірден қызыққандылыққа жол беріп жатсаңыз, осылардан себебін анықтап көріңіз. Өзіңізді және денсаулығыңызды күтіңіз. Сіз балаларыңызға, жолдасыңызға, отбасыңызға керексіз. Және мейірімді ана, ибалы келін, сүйікті жар болуыңызға ашу кері әсерін береді. Сондықтан қоғамға әрқашан пайдалы болыңыздар. Менің ұстанымым, білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенді біле бер. Олай болса, осындай пайдалы қазақ тіліндегі ақпараттардың көбеюіне себепкер болғыңыз келсе, міндетті түрде ағайын мен туған туыспен жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз.